Голощекиннің Сталинге жазған хатында мына қазақтың интеллигенциясы өте күшті, қауіпті деп жазған болатын. Олар егер бізге теңдік беріп қойса, басқаларынан да айырылып қаламыз деп қауіптеген екен. Сол себепті қазақ интеллигенциясын құрбандыққа шалып жіберген. Ресей екі халықтан қорыққан. Бірі біз, екіншісі Украина. Сталин қазақ халқын оңайлықпен тізе бүктіре алмайтынын түсінеді де, ол тарихқа көз жүгіртеді. Тарихта американдықтардың үндістерді отарлау үшін алдарындағы бизондарды қырып салып, аштықтан әлсіретіп барып, халқын тізе бүктірген айтылған. Кейбір деректерде американдықтардың 105 миллион үндістің 95 миллионын өлтірген айтылады. Осы саясатты ұстанған Сталин украиндықтардың бидайын, қазақтардың малын тартып алып, аштықтан қыра бастаған. Бас көтереді-ау деген қазақ интеллигенциясының 25 мың репрессияға ұшыратып, 25 мың ату жазасына бұйырған екен. Кезінде Ресейді мойындатқан әрбір алаштың арыс азаматы елім, жерім, ұрпағым деп барып жер құшты. Әрбір қазақ баласы өзінің кімнің ұрпағы екенін ұмытпауы тиіс. Жер отан. Сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілді. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етем. Тар заман, тар заман, тар заман.